Qadırlı ағайын, біз енді жұмыстарымызды бастаймыз. Қазіргі таңда бір қатар жәнегі шаралар қабылданып жатыр. Енді бұл мәселе тек қана IT саласындағы мамандар ғана емес, сонымен қатар осы білім жүйесі бізде қаншалықты дайын? Осыған байланысты болу керек деп ойлаймын. Енді бұл жөнінде көптеген жұмыстар атқарылды. Біраз шаруалар атқарылды. Негізі электронды білім деген уақытта біз нәрсеге мән беріміз керек. Бұл енді әрине мұғалімді, қаламсапты және кітапты, дәптерді ешқандай технология оны айырбастай алмайды. Осыған мән берейік. Ал енді бұл технология неліктен бүгін міне біздің санамызға терең бойлап бара жатыр. Осыған мән беру керек. Рас, білім министрлігі тарапынан көп жұмыстар атқарылды. Бұл енді алдында да айтып кетілді ғой. Алдында да айтып кеттік қой біз бұны. Алдында осы 90 жылдардың аяғы, 2000 жылдың басында профессор Гүл Құмашқызы Нұрғалиеваның бастауымен ұлттық ақпараттандыру орталығы құрылған болады. Бұл енді Қазақстандағы өте бір аса ауқымды және көлемді және көп жұмыс атқарған жүйе болды. Кейінде бұның жалғасын тауып барлық жұмыстарын жасап жатты, бірақ көбісі біз бұған мән бермедік. Біз енді сол кейбір компакт диск сияқты оқулықтар, тіпті тест сұрақтарын араластырып шығарып жаттық. Ал енді бүгін таңда бұл түбірімен өзгеріп кетті. Ал енді мені неге бұлай сөйлеп жатыр деп көпшілік адам мені танымауы да мүмкін. Енді рұқсат етсеңіздер танысайық. Мен аты-жөнім Мұхаммед Рахым Қыдырбайұлы. Осы білім саласында мен 1980 жылдан бері жұмыс жасаймын. Ғылыми атағым бар, дәрежем бар. Ал енді мына ақпараттық технология қаншалықты қатысы бар деп сұрасаңыздар, енді бұл салаға да көп мен алаңдаймын, көп мән бердім. Жалпы негізі еңбек осы ғылымдағы, мектептегі, жоғарғы оқу орындағы, жалпы білім саласындағы менің енді ұсынған, менің атқарған жұмыстарым бұл осы тәрбие мәселесі болатын. Атап айтқанда Атамекен ұлттық тәрбие бағдарламасы болатын. Енді ол 90 жылдар, 80 жылдардың аяғы, 90 жылдардың басында. Сол жерде біз сол 90 жылдардың басында осы ақпараттандыру мәселесі, сосын мына оқушылардың ғылыми жобаларына байланысты біраз ұсыныстар айттық. Бұл жөнінде интернетте өте көп тапсырмалар бар. Енді қызық десеңіздер, енді біз мен енді көптен бері шықпадым, өйткені көптен бері бұлай халық алдына шығу, бірдеңе айту деген ол оңай емес. Біреулер атақ үшін өзін көрсеткісі келеді. Біреулер енді басқа мақсатта, бәріне ренжуге болмайды. Ал енді бұл туралы біраз жобаларды біз
іске асырдық. Енді ол туралы айтып кетейік. Атап айтқанда, бұны енді айтпасақ болмайды. Атап айтқанда, бізде осы мына біз енді поисковойкты қосайық. Бәріңіз менімен бірге жұмыс істеп отырыңыздар. Біріншіден, ең негізгісі, ең қолайлысы оқушыға, мұғалімге бұл смартфон. Смартфонның енді Android өте ыңғайлы деп ойлаймын. Енді ары қарай іздейік. Енді мен енді өзімді мақтап кеткен сияқтымын. Одан енді кешірім сұраймын. Ал енді поисковикте енді мен бірінші сіздерге енді өзімді таныстырып көрейін. Так. Негізі фамилия так, Курсабаев деп аталады. Немесе Мұхаммед Рахим. Енді бұны неге мен теріп отырмын? Кез келген адам, кез келген оқушы міне осыны теруден бастау керек. Бұны неге айтып отырмын? Біріншіден, дәл осы уақытқа дейін, мүмкін енді 10 жыл бұрын бекен, бірақ дәл осы уақытқа дейін біз жай адам ретінде болсақ, ал енді біздің жанымызда міне робот. Қысқаша айтқанда, міне мен өзім сіздерге өз ойымды жеткізіп отырмын, ал енді менің жанымда міне смартфон жанында робот Мұхаммед Рахим Курсабаев тұр. Міне біз бас аяғы бір секунд осы мені танитындар, танымайтындар бар. Міне мен туралы біраз ақпаратты алуларына болады. Енді бұл жерде неше түрлі бар енді. Ғылымда бар, әлеуметтік мәселеде бар. Ал енді бұны зәл енді қысқартатын болсақ, бұл жерде imagesқа кіріп келейік, images. Енді қысқартатын болсақ, бұл жерде менің жазған жобаларым, атамекен, сосын ғылыми мақалалар, сосын студенттермен, оқушылармен жазған жобалар. Қасы бұның жүзден аса енді жобалары бар. Ал енді бұл жерге біз айталық, менің енді соңғы бір мықты жобам ол жоба енді ағылшын тілінде алғанда тәмәм ағылшыншаға аударып көрейік. Ағылшын тілінде алғанда юрт деп аталады, юрт. Солай, юрт. Бұл енді мен негізгі сіздерге ұсынған тақырып бұл тарих сабағын. Тарих сабағын біз қалай интернет арқылы қалай меңгереміз. Бұл енді қазір біреулер қиналып жатыр, біреулерде интернет бар, біреулерде интернет жоқ. Енді ол енді екінші мәселе. Бірінші мәселе қазір оқу жүйесі, білім жүйесі енді жалпы планетарлық масштабқа кетті. Осы мысалы мына юрт дедік, біз енді жұрт деп алсақ болады, жұрт, юрт. Ал енді мына Википедияда бұны traditional yurt from the Turkish language дейді. From Turkish language, яғни көне түркі тілі бойынша бұл жұрт немесе мекен дегенді білдіреді деп айтып отыр. Ал енді осы жұртқа байланысты енді мен болайын немесе оқушы болсын, студент болсын, енді осыған юрт Қазақстан немесе юрт
Курсабаев деп алға болады. Курсабаев. Солай болып кетті, Курсабаев болып кетті. Міне келіңіздер, бұл турасында мен енді осы 2000 жылдардан бастап осы мәселеге көп назар аударадым. Мынау этнографиялық мәселелер, сосын біздің рухани мәселелер, материалдық мәдениет, рухани мәдениет. Соның ішінде мен мына киіз үйге байланысты біраз мақалалар жаздым. Бұны былай қарап отырсақ, енді көп уақыт алады. Бірақ енді қарап отырсыздар, мен де жаздым, менімен бірге Роберт Құрсабаев та бірге жазып отыр. Міне қараңыздар. Бұл үлкен бір әлі зерттеуді қажет ететін дүние. Ал бұл жерде мен мысалы имеджісі де басып көретін болсам, жәнегі менің жобаларым, видеоматериалдарым да міне ғылыми мақала ретінде осылай жәнегі слайд ретінде немесе басқа да бір инфографика ретінде жүзеге асады. Ал енді қазіргі таңда осының барлығын біз қалай бір жүйеге келтірсек болады. Бұның енді бірнеше түрлері бар. Осы бір апта бұрын ба осы министрлік тарапынан да осыны қолға алып жатқаны байқалады. Жалпы министрге де көңіл толып отыр. Бұл енді осы бүгінгі инновация, бүгінгі технология, әлемдік, ұлттық, отандық дейміз бе. Осы мәселеге де үлкен назар аударатын өзі тұлға ретінде байқалады. Ал бізге қазір ең бірінші осы мәселеге біз қалай келдік? Бұл жөнінде бізде жоба болды. Жоба, бұл қазақша жазайық. Яғни оны қазақнама деп алдық. Қазақнама не тұр екен? Біздің жобамыз қазақнама деп алды. Міне қазақнама жобасы бұл 2008 жылы іске асқан болады. Бұл жыл Жапония 2008 жылдары өзі біздің Қазақстанда біздің мына ғылыми әдебиеттерді цифрландыруға үлес қосқанда осы ұлттық кітапханаға менің осы алғашқы кітабым енген болатын. Енді қарап тұрғаныңыздай мен мынаны скриншот жасап алайын. Мынау бір скриншот бізге керек болады. Так, скриншот жасалды. Бұл өте бір назар аударатындай үлкен дүние болды мен үшін. Бұл 2008 жылғы жәнегі жоба. Бұл енді жалпы Қазақстандағы өте бір біз терең назар аударатын бұл енді бұны ашып көруге тырысайық. Бұны ашып көруге тырыссақ, бұнда бірнеше қызықты жәнегі өзімізге қажетті әдістемелік нұсқаулар, қысқасы көп нелерді бұдан біз алуымызға болады.
Енді қазіргі таңда енді Google платформасына көшейік деп жатыр екен. Енді мен бұларды қарап шықтым. Енді осы мына Закон KZ және онлайн мына ақпарат құралында жазыпты. Жалпы Zoom компаниясы американдық. Олардың технологиясы жоғары болғанмен де ол мына кейбір біздің база, яғни біз туралы толық мәліметтерді енді басқа мақсатта пайдалану мүмкін деп жазыпты. Енді бұл өте терең назар аударатын нәрсе. Ал енді біз сол неге кіретін болсақ, және Google платформасына кіретін болсақ, оның ішінде енді бұның сыртында да тұр, мына осы Android қарасаңыздар, Google-дың толық өзінің жәнегі жүйесі бәрі тұр. G+, тағы басқа. Ал енді осындағы міне ең бір назар аударған нәрсе мынаны Hangout. Біз Hangout-пен осы 10 жыл бұрын жұмыс жасағанбыз. Бұл Hangout-та кәдімгі мына ақпараттық жәнегі кеңістікте өзінің жәнегі орны бар дегендей. Бұл да міне егер мысалы мұғалімдер қазір маған қосылып отырса, мұғалімдер Hangout арқылы өздерінің жәнегі жүйелерін жасай алады. Міндетті түрде. Яғни біз видео немесе жәнегі vision, сосын writing дейді. Мына жүйелерді бірден қоса аламыз. Сосын айталық, әрбір оқушы енді мына gmail.com-ға тіркелу керек. Оның ішінде міне тағы өздерінің базалары тұр екен. Яғни дәл осы мына жәнегі Classroom, сосын жәнегі аталып өткен дүниелерді тура платформалары бәрі бірдей, міне ешқандай алып қосатын жоқ. Сондықтан бұны бірден іске асыруға болады. Маған Берік Асубаев қосылыпты. Бұл белгілі жәнегі географ ғалым, Абай университетінің профессоры, қазір Назарбаев мектептері жүйесінде белгілі маман, басшылық қызметте. Бұған Берікке де мысалы шығуымызға болады. Колин Берік. Бұлардың уақыттары жоқ шығар енді. Бірақ біз осыған жәнегі оқушыларды біз шақыруымызға болады. Ал енді жәнегі сіздер айтқан нені де көрейік. Енді көп мұғалімдер оны бұл мына жәнегі біз ұсынған ненің ішінде жоқ екен. Жәнегі Hangout-тарда ана жәнегі ішінде жоқ екен. Ал біз бұны не арқылы қосамыз? Яғни тәм жерде тұр. Classroom-ды мен жүктеп алдым Play Market-тен. Classroom бізге шықты. Менің ойымша жәнегі Hangout Classroom-ға қарағанда анағұрлым мобильді сияқты. Міне Classroom-ды ашып көрейік. Міне бұның ішінде де жәнегі бізден талап еткені міне gmail.com-да біз баяғы тіркелуіміз керек. Сосын класс, тағы басқа жүйелерді. Қысқасы бұның бәрі біріне бірі ұқсап жатқан дүниелер деп айтуға болады екен. Енді
Biz баягы сабак жүйесіне, сабак жүйесіне келейік. Сабак жүйесіне. Енді біріншіден жалпы мына интернет жүйесінде өте көп жәнегі ұсыныстар бар екен. Мысалы, айталық тарих. Жазайық, айталық. Тарих. Былай қойып бақ, мына бізге бөгет жасап жатыр. Тарих 5-ші сынып дейік, 5-ші сынып. Міне материалдар да көп екен. Қазақстан тарихы порталы дейді. Так, ежелгі әлем тарихы, Қазақстан тарихы дейді. Оқушылан алған тест дейді. Қазақстан тарихы параграф тақырып. Бұдан көрейік, айталық видео материалдар бар ма екен? Не бар екен, міне ашық сабақ дейді. Қазақстан тарихы Садырбаева дейді. Өте көт көлемді. Сосын слайдтар бар ма екен? Яғни Қазақстан тарихы міне кітабына дейін тұр екен. Так, атласы бар екен. Енді бұлар қаншалықты бұлай ашылатын барлығын енді мен білмеймін. Бұлар шамамен мына біздің мына интернетте ол кітаптар кәдімгі ашылып жабылып тұру керек те, кәдімгі қолмен бүйтіп түрткен уақытта ашылып жабылып тұру керек. Енді міне кітап дейді, ашып көрейік қалай болады екен, ашылар ма екен. Бұл енді Назарбаев жәнегі интеллектуалды НИС, Назарбаев интеллектуал скул, яғни солардың туындысы екен. Енді ол біз білеміз. Қысқасы, бұл жөнінде бізде өте көп материалдар бар екен. Ал енді біз нақты бір тақырыпты алайық. Тақырыпты алайық. Тақырыпта 5-ші сынып дейік, яғни сабақ жоспары, сабақ жоспары. Так, сабақ жоспары 5-ші сынып. Қысқа мерзімдік сабақ жоспары дейді. Так, сабақтар да бар екен. Қысқа мерзімдік жоспары. Енді біреуін ашып көрейік. Білімділер порталы дейді. Енді мысалы маған, міне білімділер портал маған ұнады. Енді біз не істеуге болады бұны? Бұны біріншіден бұнымен енді бөлісуге болады. Енді бізге ең оңайы енді Facebook'ты қоса салайық. Ең оңайы
Facebook'ta qo'shib салайық та, biz оны өзімізге сақтап алайық. Міне сақталды. Так, мына жерде не дейді? Яғни аптасына 2 сағат, жылына 68 сағат деп сөйлейді. Міндеттері, мақсаттары жазылыпты. Ұйымдастыру сабақтың енді тәсілдері жазылған, пәнаралық байланыстар дейді. Яғни дүниежүзі тарихы, сосын Қазақстан тарихы, оның ішінде яғни қандай міндет мақсаттар туралы айтқан екен. Енді мұнда да міне сілтемелер бар екен. Мына жерде қандай және қосымша материалдар, яғни Андрон мәдениеті, Беғаз Дәндібай, Ботай мәдениеті, алғашқы адамдар дейді. Қазақстанның ежелгі қалалары дейді. Енді мына жерде біз біраз мағлұматтар алдық. Ал енді осының ішінен тақырыпты алайық. Ең бірінші енді ежелгі Қазақстан тарихынан қызықты болсын, біз яғни сақтар деген тақырыпты алайық. Сақтар. Сақтар бізде арнайы тақырып бар. Ең бірінші не істеуге болады? Бірінші енді бізге бірінші ағылшын тіліндегі ресурстар керек болады. Ағылшындар так. Скифы дейді. Скифы бізге енді бұл жерде кітаптың қажеті де жоқ, Бұл жерде скифы дейді, яғни тіпті оның картасына дейін шығарып қойыпты. Картаны қарайық. Жалпы мына жерде яғни біздің айтайын дегеніміз айталық ежелгі айталық. Ежелгі Қазақстан тарих деге. Ежелгі Қазақстан тарихында біздің айтайын деген ойымыз сақтар дейді. Мына жерде міне карта бар екен, яғни Скифия, яғни бұны балаларға қалай қызық болу үшін не істеуге болады? Мына жерде міне Қара теңіз тұр, сосын Каспий теңізі тұр, Арал. Сосын мына жерде жазып қойыпты Парфия және Скифия деп. Қарап отырсақ, мына бүгінгі біздің Қазақстанның яғни территориясы, өте тамаша жазған екен. Бірақ мына жермен келіспеуге болмайды. Древний кочевой ираноязычный народ деп. Білмеймін, ол қаншалық болу екен. Бірақ ана зерттеуші ғалымдар бұған білмеймін, ираноязычныйға келісе ме екен? Көп ғалымдар осы мына ежелгі Қазақстан зерттеп жүрген ғалымдар. Көп ғалымдардың айтуынша түркі тектес деп айтады. Жарайды, бірақ мына оқушыларға қажеті қанша деп ойлайсыз? Қажеті бар, тілді білу керек, тілге байланысты қандай екен деп ойлайды. Енді скиф туралы біз ең бірінші қандай материалдарды тағы да пайдалансақ болады? Біріншіден біз енді ағылшынша іздеп көрейік, ағылшынша. Яғни
Енді бұны ағылшынша не дейді? Nomad дейді, nomad. Немесе nomad дейік. Nomads өте айталық ағылшын тілінде бір және кең мағынаны білдіреді екен. Біз Skifian деп көрейік. Ағылшынша Skifians дейді, Skifians. Skifians деп. Skifian туралы, яғни бұнда не болды ағылшын? Now, Skif, Saka, Iskuzay, Aksuzay дейді. Dominated Pontic Steppe дейді. Skifian culture дейді. Енді және орыс тіліне қарағанда міне ағылшынша өте көп екен. Ағылшынша көп материалдар бар екен. Ал енді тура осы Skifians дейді. Осы скифтер туралы мысалы видео материалдарда көруге болады. Skifians. Skifin карта дейді. Атап айтқандай, жерде картаны кең мөлшерде көрсетіп тұр екен. Саврамат, Сарматты да қосқан жерлер бар екен. Яғни бұл көріп тұрғанымызда біздің Қазақстан территориясының көп жерлерінде осы скиф мәдениеті, яғни ежелгі жәнегі тарихта осы скифтердің болғаны туралы материалдар бар екен. Енді осы скиф тарихына енді не қосуға болады? Қандай нәрсе қосамыз? Бұны зерттеген көп ғалымдар бар. Атап айтқанда осы скиф мәдениетін зерттеуге көп үлес қосқан әсіресе мына біздің отандық ғалымдар. Кемал Ақышевті айтуға болады. Сосын Карл Байпақов. Осы скиф тақырыбына байланысты көптеген зерттеу жұмыстарын жүргізді. Ал енді біз осы тақырыпты енді оқушының жәнегі сана сезіміне, оқушының қабілетіне қалай келтіруімізге болады екен. Біріншіден, енді қысқаша презентация жасауға болады. Презентацияны қалай пайдалануға? Біріншіден, бұл презентация айталық
кәдімгі слайд жасайтындай балалардың уақыттары бола бермейді. Презентация дегеніміз не? Енді біріншіден бұл скифтер туралы, мысалы скифтер туралы болса, карта керек оған, карта. Екінші видео керек. Рас, міне скифтер туралы тіпті көптеген ғалымдардың, тіпті фотофильм жәнегі деректері, қасы өте көп материалдар бар екен. Міне осыны пайдалануға болады. Айталық, енді біз осы әрбір баланың осы тақырыпта қаншалықты қызыққанын біз білу үшін біз әрбір баламен жеке өзіміздің мына байланысты орнатуымыз керек. Ол енді электронды почта болып табылады. Ал енді айталық, бірден енді YouTube каналы қосылды. Яғни бұнда YouTube каналында қаншалықты мақына, яғни Украина Қара теңіз жағалауына жақын болғаннан кейін бұл жерде скифтердің көптеген табылған материалдары бар ғой. Бұны біз жинап алатын болсақ, бас-аяғы бізде бірнеше материалдар пайда болады. Енді оны біз бәрін бір жерге жинауымыз керек. Карта бар міне. Оның кейін видео материал бар, фото материал бар. Және ең соңғысы текст. Текст. Бізде енді Википедия бар екен, сосын ағылшынша материалдар бар екен. Сосын ғалымдардың сосын мына фото деректері бар екен. Қасы мұнаның бәрін біз бір жәнегі сілтемелерін бір жерге жинауымыз керек. Бір жерге жинаған уақытта сілтемелер арнайы жәнегі материал болып табылады. Енді осымен бірінші бөлімді біз аяқтаймыз. Келесі бөлімді